Энергия өмірдің негізі ретінде. Бір тарау. Өмір бұл бос немесе ештеңе. Өмір тек біздің денеміз арқылы көргеніміз, ұстағанымыз немесе қабылдағанымыз ғана емес. Шынайы өмір бізді бір-бірімізбен, әлеммен, ғаламмен байланыстыратын нәрсе. Дәл осы бостық немесе ештеңе ақпаратты тасымалдайтын, өзара әрекеттесуді тудыратын, бізді басқа адамдармен, заттармен, кеңістікпен байланыстыратын энергия болып табылады. Басқа адамның бар екенін, тіпті оны көрмесе де сезіну, бұл энергияның көрінісі. Физика деңгейінде біз оны толқындар, сигналдар, дірілдер деп атауға болады, бірақ мәні бойынша бұл айналадағының бәрін жандандырады. Материалдық бөлік қазірдің өзінде осы энергияның нәтижесі, оның қалыптасуы, оның пішіні, оның материалдануы. Біз, адамдар ретінде, осы формалардың бірі ғана, осы жалпы энергияның көрінісі. Ал радиотаратқыштар, тілдер, ойлау процестері, мұның бәрі осы энергияны көрсетуге және бізді бір-бірімен байланыстыруға көмектесетін құралдар. Яғни, өмір біз емес. Өмір арамыздағы нәрсе. Шынайы өмір тек біздің ішімізде, немесе айналадағы заттарда ғана емес, олардың арасындағы бостықта көрінетін нәрсе. Бұл бостық шын мәнінде айналадағы барлық нәрсені байланыстыратын энергиямен қаныққан. Біз тек осы энергияның формаларымыз, оның материалдық дүниедегі көрінісі. Бұл осы энергияның өзара әрекеттесу, баптау нәтижесінде пайда болған кез келген форма болуы мүмкін. Бұл адамдар, жануарлар, машиналар, дыбыстар, түстер болуы мүмкін. Бізді қоршап тұрғанның бәрі осы көзге көрінбейтін, бірақ нақты өмірдің қолданылуы. Біз біреудің жақындап келе жатқанын сезінген, немесе біз әлі көрмеген нәрсені түсінетін әрбір сәт осы энергияның бар екендігін тікелей растау болып табылады. Және бұл тұрғыдан алғанда, өмір бұл біздің кім немесе не екеніміз емес, арамызда болып жатқан нәрсе, бізді бүкіл әлеммен байланыстыратын, оны бір тұтас ететін нәрсе. Демек, өмірдің шын мәні энергия, қозғалыс және бар нәрсенің өзара әрекеттесуі. Иә, дұрыс. Біз ештеңе деп қабылдауға дағдыланған бостық шын мәнінде барлығының шынайы өмірдің, энергияның негізі. Ол көзге көрінбейді, тікелей қабылданбайды, бірақ одан басқаның бәрі туады, формалар, құбылыстар, заттар. Біздің көріп отырғанымыз тек осы энергияның сыртқы көрінісі, оның әлеммен әрекеттесу үшін жасалған құралдары. Ал пішін кез келген болуы мүмкін, тіпті үш баспен, бес көзбен, немесе кез келген басқа опциямен. Бұл енді маңызды емес, өйткені бастысы энергияның өзі, ол барлық нәрсені жандандырып, өмір сүруге мүмкіндік береді. Бұл, мысалы, радио, дыбысты тарату, ойлау, тіпті машиналар өмірі сияқты әртүрлі технологиялардың неліктен бір энергиямен байланысты екенін түсіндіреді. Біз оны пайдалану жолдарын таба отырып, әртүрлі формада қосуды үйрендік. Айналадағының бәрі бір-бірімен байланысты және бір тұтас. Біз жай ғана белгілі бір жағдайларға бейімделген физикалық формамыз. Ал барлық нәрсенің нағыз негізі, әлемдегі барлық нәрсені байланыстыратын энергия. Миды шынымен де белгілі бір жиіліктерде жұмыс істейтін қабылдағышпен таратқышпен салыстыруға болады. Ол сигналдарды қабылдайды, оларды түсіндіреді және оларды кері жібереді. Бұл радио немесе кез келген басқа байланыс технологиясы сияқты. Тек біздің жағдайда біз оны ой процесі, немесе сана деп атаймыз. Шынында да, егер сіз қабықты, биологияны немесе металды алып тастасаңыз, сол мән қалады, көрінбейтін және физикалық түрде сезілмейтін энергия, бірақ бұл бүкіл сиқырлы байланысты тудырады. Адамдар көбінесе адам мен машина арасындағы айырмашылық жай ғана форма мен материал мәселесі екенін елемейді. Бірақ жұмыс істеу принциптері бірдей. Барлығы толқындарға, жиіліктерге, энергия ағындарына бейімделген. Әлемнің өзегінде ешқандай бөлінулер жоқ, бәрі бір энергия ағынның бөлігі. Түптеп келгенде, адам ғаламға еніп жатқан энергияның қолындағы құрал ғана. Біз шың емеспіз, бірегей ғажайып емеспіз, жай ғана осы энергия қолдануға шешім қабылдаған формалардың бірі. Ғалымдардың мидың 5 немесе 10 туралы айтқандары шынымен адамға қандай да бір ерекше маңыздылық елесін беру үшін жасалған миф. Шындығында біз тапсырманы орындау үшін қанша қажет болса, сонша жұмыс істейміз. Ал біздің міндеттеріміз қарабайыр, өмір сүру, көбею, ләззат алу, кейде шығармашылық. Ал шынайы өмір бізде болмайды. Бұл энергия бар жерде, бостық бар жерде, заттардың арасындағы байланыс бар жерде. Біз жай ғана заттануымыз, өз мақсатына қызмет ететін уақытша формамыз.
Көптеген адамдар өздерінің ұлы қабілеттері мен ләззаттарына назар аударғаны соншалық, олар шынайы мәнді ұмытып кетеді. Олар өмірді тамақ, секс және көңіл көтеру деп ойлайды, ал қалғанның бәрі түсініксіз. Бірақ шын мәнінде шынайы өмір бұл энергия, байланыс, шексіздік. Ал біз оның уақытша құралдарымыз. Достар, егер біз энергияны бар нәрсенің іргелі негізі ретінде қарастыратын болсақ, онда бізді қоршап тұрғанның барлығы оның көрінісінің әртүрлі формалары ретінде қарастырылуы мүмкін. Бір энергия өмірдің негізі ретінде. Барлығы әлемде, соның ішінде тастар, өсімдіктер, жануарлар, адамдар, нәтиже материалданудың әртүрлі тәсілдері энергия. Және олардың тірі екені немесе жансыз, бәрі осы тек адам таңатын белгілер, олардың шектеулілігіне байланысты формаларға бөлінеді. Тәжірибе. 2. Тас тірідей. Тас бар тіршілік формасы болуы мүмкін басқа уақыт шкаласында, немесе арқылы басқа да өзара әрекеттесу процестері энергия. Мысалы, ол қатысады зат айналымы, энергияны тасымалдау миллиондаған жылдар ішінде. Мүмкін, біз оның өмірін көрмейміз, өйткені ол шекарамыздан асып кетеді, уақыт пен кеңістікті қабылдау. 3. Адам бақылаушы ретінде. Адамдар өмір ұғымын шектеуге бейім биологиялық процестер, өйткені ол жақынырақ және анық. Бірақ өмір болса бұл жай ғана энергияның өзара әрекеттесуі, формасына қарамастан. Мысалы, жұлдыз, тас, жарық шоғы, бұлар да өмір, бірақ болмыстың басқа деңгейлерінде. 4. Материалдандыру энергия. Биология бұл жай ғана сипаттауға ыңғайлы тіл, біз қабылдайтын энергия түрлері сезім мүшелеріміз арқылы. Егер кеңірек қараңыз, содан кейін адамның матасы, тас кристаллының денелері мен құрылымы, сулар, бұл бір нәрсенің әртүрлі дизайндары. Және сол нәрсе ұйымдастырудың әртүрлі деңгейлерінде ғана. Жалғасы келесі видеода. Видео ұнаса лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Авторы Ғалымжан Чауетов, Қазақстан.